әрпін жазуды үйренейік. Д-ның бас әріпі 3 элементтен тұрады. Көлбеу сызық, бау және доға сызықтан. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Төмен қарай көлбеу түзу сызамыз. Ол астыңғы сызыққа жеткен соң, солға қарай бұрып, сәл сызық түсіріп, жайлап оңға бұрып, көлбеу сызықты қия өтіп, астыңғы сызыққа тигізген соң, оңға бұра, жоғары қарай доға сызықты, бастапқы нүктеден асыра, солға қарай иеміз. Д-ның кіші әріпі 2 элементтен тұрады. Дөңгелектен, көлбеу сызық, баудан. Жазу жолының үстіңгі сызығынан сәл төмен қаламыңды қой. Оңнан солға қарай, үстіңгі және астыңғы сызыққа тигізе, жолды толтырып, дөңгелек жасаймыз. Оған жанастыра, жоғарғы сызықтан төмен қарай үлкен сызықтың ортасына дейін көлбеу сызып, солға қарай бұра, доға жасаймыз да, оңға қарай созып, көлбеу сызықпен жол сызығында қиыстырамыз.